бүгінгі таңда сол ісіме, сөзіме ісім сай болсын деген ниетпен осы әскери шеруге келіп отырмын. Бұл мен үшін бір үлкен мәртебе. Кезіндегі Сағадат аталарымыз, Рахымжан аталарымыз жеңістің туын көтеріп шеруге шыққан. Бүгінде біз соны бейбіт елдің туына алмастырып, үлкен шеруде сол туды көтеріп өтеміз. Бұл біз үшін үлкен мәртебе, абырой. Енді бейбіт елдің туын көтергеннен кейін оның түспеуіне де біз жауап шығармыз деп ойлаймын. Енді ақынға қара сөзден өлең оңай, балыққа таяқ судан терең оңай демекші. Бір ауыз өлеңмен түйіндейін. Желбірейді бейбіт елдің туыда, өз елімнің күніне жүрмін жылына, тарихты мен мың қайтара оқысам кететінім бар, дұшпандарға көп суына, кеуде соғып, анталап жауға жүгірген, қазақтың талай қызы да бар, ұлы да, отан үшін жанын қиды белгілі, деп ойламайым уланды жастық буына. Жас болса да ерлігі таудай тұлғалар кеттемес пе қыршынынан қырыла. Ұлы жеңіске 80 жыл өтіп кетіпті, тарихқа қарай көзді салсам бұрыла.